Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Мен мынау бүгін JAC S4 деген көлігін қарастырамыз. Бағалары 10 миллионнан 15 миллионға дейін кетеді. Әлі толық ақпараты жоқ. S4 әдемі көлік. Бұл көліктің техникалық жағы JAC J7 қорабы да сол. Шамдары дизайн басқаша. Яғни бұл техникалық жағынан J7 болғандықтан бұл тек қана алдыңғы дөңгелектері тартады осы көлікте. Фараларым не LED. Бамперде орналасқан шамдар. Үстіңгі жағында бұл күндізгі шамы және бұрылыс белгілеу шамдар. Так, жаппайды екен. Дөңгелектері 215, елі R17. Бәрі тачпад панелі. Мына бізде вариатор, автохолд, яғни қол тормозы электрикалық. Міне мына автохолд, яғни светофорларда тоқтағанда осыны басып қоясыз, өзі ұстап тұрады көлікті. Міне USB, кәдімгі 12 вольттық 120 ваттық. Мынау тачпад. Start engine stop. Мынау бардачогы былай ашып, өзіңіз салон фильтрін ауыстыра салуға болады. Ыңғайлы екен. Шығарасыз. Айбеттіңіз. Бұл жай сол. Ұмытып кеткен ғой, ана фиксаторларын қоя салуға. Фиксаторлар осында екен. Аха, міне. Қазір қарап жіберейік. Қалай қояды екен? Жарайды, теспей қояйын. Бірақ та міне фиксаторлар. Иә, жақсы көлік. Міне мынау S7 Pro секілді Ауdiдің таблодары. Тахометр және спидометр. Дисплей әлі. Дисплей жанып тұр. Не, былай жауып қоясыз, кер жоқ болса. Былай, міне, солға, оңға, былай мүлдем жауып істейсіз. Кер жоқ болса. S4 үлігі бар екен. Күшті. Осындай бағасы әлі белгісіз, бірақ та ойымша 10 миллионнан 15 миллионға дейін осы аралықта болады. Светі жоқ екен. Рулі сол S3 Pro секілді. J7
қорабы бәрі, қозғалтқышы да сол. Не лөгі бар? Лөгі панорама емес, қарапайым лөгі. Ербактар бар жан-жағында. Жүк тасымалдау бөлімшесі ашылмайды, себебі бұл көліктің аккумуляторға отыр қапты. Ашалмадым. Кәне артқы есігі қалай жабылады көрейік. Дыбысы жаман емес. Шыққаннан ыңғайлы. Сол қалпы қозғалтқыш. Бірақ та бұл турбо. J4-те де турбо қозғалтқыш. 1.5 турбо, 150 аттың күші. Мынау міне радиаторы. Мынау радиатор, кондиционер бәрі бар. Несі ұнамайтыны Toyotаға қарағанда, мысалы, мына көрін ғой, пластик. Бұны телевизор дейді. Телевизор дегеніміз, мына радиатор кассета дейді, мына жерде. Бұл радиатор, сосын кондиционер, сосын кейде вариатор қорабын суыту радиатор тұру мүмкін. Арасында да міне көрсек 3 кассета дейді. Бірінші радиатор бұл суыту жүйесі, екіншісі бұл мүмкін тағы да үлкен, екіншісі тұр. Міне бұл суыту, қозғалтқыш, мынау вариатор, ал анау үшіншісі бұл кондиционер. 3 радиатор тұр, көрдіңіз бе? Өте күрделі болып кеткен. Әмбе арзан болсын деп осының бәрі телевизорда тұр. Яғни бұл үлкен рама болып тұр. Радиаторды ұстап тұрған нәрсе. Toyotада бұл жай темірден жасалынады. Ал қытайдықтар міне пластиктен жасайтын болған. Бұны немістер де сөйтіп жасайды. Неміс көліктерінде көпшілігінде мына телевизор пластиктен жасалынады. Қытайда соны жасап жатыр. Бұл жақсы ма? Бұл жаман. Менің ойым. Мынау не көрінеді? Ана жерде электрлік руль көмекшісі. Электрлік көріп тұрмын алыста. Мынау қозғалтқыш ауа фильтрі. Үстіде тұр. Қызық. Маған қызық. Бірақ та Suzuki көліктерді, Жапон Suzuki көліктерді осылай қолданады. Мынау жеке катушкалары. Әр 4 тамызу шамдарында бір-бір катушкалар. Бұрын Совет үкіметі кезінде осы катушка біреу 4-іне болады. Қазір көліктерде 4, бұл жақсы. Бұл төзімділікке әкеп соғады. Орын көп, бұл жақсы. Әдемі көрінеді. Jak S4 көлігі. Міне Seltos қасында. Kia Seltos. Арчаға қарай көрсетіп жүрген. Арчағынан мүлдем өте ұнап тұр маған арчаға. Сенде мына жерде жанады ғой. Түнде. Jak J7-де сөйтіп жанады ғой. Мұнда да жанатын болады сөйтіп.
не мынау Jack J4 J7 мынау S4. Тағы да айтайын, техника жағынан бәрі бірдей. $10 миллионнан жоғары бағасы, 15 миллионға дейін болуы мүмкін. Бірақ та менің ойымша 11 миллион тұратын шығар. Не, мынау Seltos Kia көлігі. Мынау міне Jack. Өте кішкентай көлік. S3 пен салыстырмалы, бірақ та сәл кендеу. Әмбе әрине жүйрек болады S3-ке қарағанда. Себебі турбо қозғалтқышы бар. 10 миллионға қандай көлік алушы еді? Ақшам болып тұрса. Мен оданша Chevrolet Cobalt көлігін алушы еді. 7 миллионға. Jack көліктері жақсы. Бірақ та әзірше мен дайын емеспін өзім. 10 миллионға, 11 миллионға Қытай көлігін алуға. Seltospен бірдей екен. Неке қараңыздар. Міне Seltos, ая Jack S4. Бірде-бір. S3-тен сәл үлкендеу болып көрінеді. Бұл бейне сіздерге ұнаса, бейнеге лайк қойыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, арнаға жазыңыздар. Сіздер не алушы едіңіздер? 10 миллионға қандай көлік? Chevrolet Cobalt па әлде осындай Jack S4 немесе Jack S7 көлігін? Жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет етсін.